Балалар, бүгін біз көбейту және бөлуге берілген теңдеулердің екінші сабағын жалғастырамыз. Бұл сабақта белгісіз бөлінгішті және бөлгішті табамыз. Ендеше сабағымызға назар сала отырып тыңдаймыз. Теңдеуге қараймыз. Теңдеудің берілген құрамында қандай сан белгісіз, соған көңіл бөлеміз. Бөлі түспен жазылып қойған, ол бөлгіш. Бөліндінің мәні 3-ке тең. Не белгісіз бұл жерде бізде? Я, дұрыс айтасыңдар, бөлінгіш белгісіз. Яғни осы бөлінгішті табу үшін бояп қояйын сіздерге. Мына ережені басшылыққа аламыз. Белгісіз бөлгішті табу үшін бөліндінің мәнін бөлгішке бөлу қажет. Міне осы ережені басшылыққа ала отырып, теңдеуді шығаратын боламыз. Математикаға арналған өздеріңнің ереже дәптерлерің бар әрине. Сол ереже дәптерге бұны мұқият жазып алыңдар. Алдағы уақытта жаттаймыз, ойымызға түсіріп тұрамыз мұны. Яғни қайталаймыз. Белгісіз бөлгішті табу үшін көк қызыл түспен бөліндінің мәні жасыл түс, бөліндінің мәнін бөлгішке көбейту қажет. Болды. Бізде ешқандай қиындық жоқ. Дәл осы ережені басшылыққа ала отырып теңдеуді шешеміз. Бірінші, x белгісіз. Не балалар? Бөлінгіш, дұрыс айтасыңдар, белгісіз бөлінгіш x тең. Бөліндінің мәнін бөлгішке көбейту қажет. Бөліндінің мәні 3, жасыл түспен 3-ті бөлгіш 6-ға көбейтеміз. X тең 3-ті 6-ға көбейтсе қанша шығады? 18. Дұрыс, өте тамаша. 18. Енді не істейміз? Тең тура астын әдемелеп карандашпен сызамыз дәптерге. Тексеру деп қоямыз. Яғни x-тің орнында балалар бізде 18 шықты. Көп оқушылар осы жерден қателеседі. Қалай жазғанын тексеруді дейді. Енді сен x-ті іздеп таптың ғой. Іздеп табу арқылы сен оны белгісіз сандың 18 екенін тауып алдың. Солай емес пе? Енді тексерген кезде осы x-тің орнына 18-ді жазасын. 18-ді жазамыз. Және 18-ден де қай амал тұр? Бөлуді жазасын. 18-ді қаншаға бөл деп тұр бізде? 6-ға. 6-ға бөлеміз. Тең қоямыз. 18-ді 6-ға бөлеміз. Қанша шығады? Әрине, сендер дұрыс айттыңдар, 3 шығады. Енді теңдеуде берілген бөліндінің мәнін осы өзіңнің шығарған бөліндінің мәнімен салыстыра қояйық. Сенде 3 шықты, яғни теңдеудің бөліндісінің мәні де 3-ке тең болып тұр екен. Екеуін салыстырғанда не шығады? Тең. Дұрыс айтасыңдар балалар, бүгін сендер есепті керемет шығарды. Яғни теңдеуіміз дұрыс шықты. Егер бізде теңдеуіміз дұрыс шықпайтын болса, осы салыстырған кезде артық немесе кем болып қалатын болса, онда теңдеуді қайта шығаруға тура келеді. Яғни қателікті тауып, теңдеуімізді дұрыстаймыз. Жарай ма? Дәптерлеріңізге мұқият жазып алды деп ойлаймын, және оны жаттаймыз. Келесі тапсырманы қандай тапсырма екен көреміз шыққан бәріміз. Белгісіз бөлгішті табу. Теңдеуге қараймыз. Белгісіз бөлгіш көк түспен жазылып тұр. Ережеде де белгісіз бөлгіш көк түспен жазылып тұр. Енді бөлінгіш 6, бөлінгіш бөліндінің мәні. Қайталаймыз. Бөлінгіш балалар қай сан бізден жасырынып тұр екен? Дұрыс айтасыңдар, белгісіз бөлгішті табамыз. Белгісіз бөлгішті табу үшін x белгісіз бөлгішті төмен түсіріп аламыз. X тең. Соны іздейік деп тұр қой себебі. X-ті былай сол жаққа түсіріп аламыз. X тең дейміз да, ережеге сүйенеміз.
ережеде бөлгішті бөліндінің мәніне бөлу қажет деп. Яғни бөлгіш 6-ны жазып аламыз. Бөліндінің мәні 2-ге бөл деді, яғни бөлу амалын қойдық. X тең 3. Енді белгісіз бөлгішті таптық деп ойлаймыз. Әрине оны тексеруіміз қажет. Астын сызып, бірінші бізде 6 бөлінгіш тұр. Мына бөлінгішті іздеп жатқан жоқпыз. Сондықтан 6-ны бірінші жазамыз. 6-дан кейін бөлінгіш. Міне бөлгіштен бізде 3 шықты. Міне апарып, мына жерге қойып қойшы, 3. Біз 3 сан екенін іздеп таптық қой жаңа ережеге сүйенетін 3. Сондықтан да мына жерге x-ті жазбаймыз қайтадан. 3-ті жазамыз. Енді 6-ны 3-ке бөлеміз. Қанша шығады? Я, дұрыс айтасыздар, 2. Енді тексереміз. Теңдеуде бөліндінің мәні 2-ге тең болып тұр. Біздің де бөліндігіміздің мәні 2. 2 жақты теңестіруіміз қажет. Тең ба, тең емес пе? Әрине, 2 жағымыз тең. Яғни теңдеудің теңестіру барысында тең болатын болса, теңдеуіміз дұрыс шықты деп есептейміз. Яғни сен бүгін теңдеуді дұрыс шығардың. Және мына ережені дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Сен де осындай түстермен жазып қойсаң, есіңнен шықпайтын болады. Тапсырма. Белгісіз көбейткіш, белгілі көбейткіш, көбейтіндінің мәні. Яғни бұл жерде біз белгісіз көбейткішті табамыз. Өткен сабақ. Келесі, бүгінгі сабақты қайталау. Белгісіз бөлінгіш. Белгісіз бөлінгішті табамыз. Дәптерімізге жазып, белгісіз бөлінгіш қаншаға тең? Және белгісіз көбейткіш қаншаға тең екенін маған комментарияның астына жазып қойыңыз. Мен сені шығарды деп ойлаймын. Бұл берілген тапсырма балалар. Теңдеудегі бөлгішті іздейміз. Қараңдар, теңдеудегі бөлгішті іздейміз. Балалар, жаңа теңдеудегі бөлгішті қалай іздеп таптық? Дәл сол ережені басшылыққа ала отырып іздейміз. Бұл жерде 3 таңбалы сандарды берілген, яғни 3 таңбалы сандарды қарқының жоғары болса, сен шығара алады деп ойлаймын. Және x-тің қандай санға тең болғанын комментарияның астына жазып қойыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.